көрдіңдер ма, ближнего қалай істей алмайтындарыңды, пышақты қана айтып аласың ғой. Хача! Астан жүргізесің ғой. Бой істейін, анау уақыт жоқ. Біз не істейміз? Біз реально бокс үйренуге келгенде келді та бұяққа. Удар жейді, аузына қанның дәмі келіп тұрады арасында. Вот, одна нога сверху, одна нога снизу. Молодцы. О! Мынандай бір клубтар бар да, постоянно айтамын. Көрдің бе, мынаған шагнал істемейді. Ол конкретно кіреді. Давай, жесткие удары где по животу? Жесткие удары по животу, бойцы! Все, манера, сол жаққа келеді екен, сен молодец, жақсы. Күш керек саған физика. О, мына кісін жақсы. 55-те. Бірақ 25-те життер тұрып жүр. Ялмай, ызармай. Жай бақша бар, байырар ғой. Мынау тисе, қосат, тимесе, өкпе, сол желінің өзінен өкпесін сұқ түйгеледі да. Бір рет оң қолдан, бір рет сол қолдан баса барамын. Түп! Шегелейміз. Приготовиться. Бұға қарағанда әйелдер сөйтін упражнение сияқты, кухняға барып, но орақ оңай емес, тоже давай. Егер мен былай тұрсам, артқы өкшем көтеріп тұру керек. Понял не? Тұрғаным осы жерде, осы жерде. Мен арасында оны өзім итеріп аламын. Түк, көрдіңдер ма? Приготовиться байтса. Легкий ближний бой. Көрдіңдер ма? Ближнего қалай істей алмайтындарыңды. Почему? Неге қара кеш? Например, жақын тұрған кезде көбінде мандраж қаяқтан келеді дегенде ой тұрды. Сен қаяқтан келіп төлемау керексің. Сен өзің соперник не ұрады деп ойласаң, сен жақтай жүрсің. Сен өзің ұратын нәрсені ойлай бересің да. Походу пьеса шығады да, ол ұрып жатқан кезде сен ұрады, например, любой удар. Оп, қолын қойдың, оп. И осы жерден сен өзіңдікін алып кете бересің. Зал ожидания сияқты оған күтіп, мынау не ұрады екен, мынау ұрсам сау бола ма деп айтып отырсыңдар. Бокс телевизордан ғана көру керек. Бокс кәсіпкер емес. Бокста по-любому удар. Сол үшін осы жерде желательно көп пытырларды ұра бермейді сыртынан. Желательно мына оп, мына ғашылық бат пешін қатып жүргөт. Мынаған көрсетсең, мынаның арасынан бойық. Байты, қараңдар, мынаның сыртынан ұрсаң шындақ қояды. Бірақ мынаған шынды қоймайды, көрдің бе? Мынау жаман бар. Көрдің бе? Пышақты қана айтып аласың ғой. Хача! Астан дүрілсің ғой. Сінема болсын. Паузадан екі рет өліртен ұрамыз да сыртынан. Үшіншісінің ортасынан тұрғамыз ғой. Сінема былай тұрасың. Банқ дейсің ғой. Банқ. Выберісін арамыз. Алдап арасынан көріп. Көк, түсіңдер ма? Приготовиться. Ближняя работа қайтадан. Профиль, мысалы, любителер пытырларды береді ғой. Профиль бір момент жүргізесің. Давай. Оп. Давай. Так, бойцы, приготовились. Жақындаймыз. Слушаем задание, бойцы. Біз жаңа ближний бой. Ближний бой осы жерде. Бойцы, бұл жердің артықшылығы, сізден егер ударың қатты болса, бұл жерде қатты ұрып алады, бам. Қатты салмау мүмкін. Но тоже самое, ол да сен қатты салмау мүмкін да, удар қатты болса. Егер оның удар сенігінен қаттылау болса, бұяқта ұзақ тұруға болмайды да. Дұрыс па? Ты в проигрыше, потому что ол да тигізу мүмкін, бірақ сен де тигізу. Бірақ оның ударынан свете шығуы мүмкін. Түсіндің ма? Сол үшін бойцы, бұл жерде сен удар қатты болса да, қатты болмаса ұрдық, түк, и ұрса да ұрмаса да нұректі жаны ашып кетеміз. Түсіндің ма? Мен өзімді сен бам, биде салу керекпін. Ұрса, нұрек болады. Ұрмаса нансырап тұрған жоқ ол. Басыңа удар тимейді лишний раз. Или мияқаң ұрасында мияқа ашып кетеді. Алдында тұруға болмайды. Түсінді ма? Любой удардан бам, оп. Дәлі бұл удар санда оп, нұрек. Бойцы, сендер руды ойлайсың ба, защитын ойлаймайсың. Алдында мешок тұрған жоқ қой. Ол да дұрыс па? Сол үшін кидаем руки. Бам, и өтіп кетеміз. Приготовиться, бойцы, молодцы. Так, легкий раунд еще. Жақсы кім есеш? Ағам есеш? Вот, пацан, перспективный, быстренький. Бой істейін. Анау уақыт жоқ. Біз не істейміз? Біз реально бокс үйренуге келгенде келді та бұяққа. Удар жейді. Аузына қанның дәмі келіп тұрады арасында. Ничего страшно, бәрін сөйтіп үйрендік. Боксты байты өте тым жеңіл үйренудің жол жоқ. Ол болса давно біреу ойлап шығара кеткен сияқты ақылды білеш. Удар жегісі келмейтін. Бірақ онда жоқ екенін білгеннен кейін через трудный путь тез өту керек қой. Түсінер ма? Конкуренция көп дейді. Бұнда қиын спортта конкуренция жоқ байты. Бұнда қиын спортта мықтылар ғана біріне конкурент та. Екінің бірі конкурент бола алмайды. Сол үшін байты бір отжимание істесең де артық кетпейді ауаға. Бақа жетеміз. Еңбек бәрін красавчик. По заданию будете работать, будете всех бить. Порядок, дисциплина не будет, будете от всех получать. Просто, формула простая.
Так, бойцы. Получается, қараңдар, бір аяқ астында, бір аяқ ішінде, білесіңдер, алдында сөйтіп қой. Вот, нога, одна нога сверху, одна нога снизу. И здесь мы работаем, бойцы. Выбросим. Получается, я могу кальдор пробить, жаннан, могу алдынан көрсетемін, мынаяқтан туылма болады. Мынаяққа көрсетіп, мынаяқтан ұрға болады. Бұлар ұрға короче. Все варианты хорошие. Понял? Приготовиться, бойцы. По парам встали? По парам. Последний раунд, бойцы. Потом на мешке будем работать. Приготовиться, бойцы! Образанты! Давай, сачку. Вот, отлично. Уже бағаннан қарағанда уже умно делаете. Молодцы. Вот так, бойцы. Правильно. Так, бойцы, выходим из газона, приходим к нашему любимым грушам. Мынандай бір клубтар бар да, постоянно айтам, ол бокста күнде новый упражнение жоқ, әсер беретін. Жақта көп нәрсе қайталауынан тұрады ғой, дұрыс па? Қайталауының артында береке бар да. Сен көп қайталаған сайын неғұрлым қолың сенің үшін жұмыс істей бастайды. Сен пока миың ойлап жетпей тұрғанда қолың рефлекторно істеп тұрады. Сосын бойцы қараңдар, задание. Мысалы, мешокты ойлағанда өзім мешок деп айтмай всегда мен. Мына мешок жұмысы адам, значит адамның қайран ұрып, бұның басы бар, мына жақта сол үшін дыхалкасы бар, оң жағында қабырғаның астында печені бар, мына жақта жүректің астынан қадау болады, сол жағынан жүректен ұрып болады. Енді кім құр бастан ұрады, ол любой адам басын ұрғызбайды ойлық пен. Бірақ басын алып қашқан кезде іші қалады да, ішін алып қашқан кезде басы қалады. Түсінер ме бойцы? Бастан ұрышын істеу керек, іштен ұру керек. Іштен ұрышын басынан ұру керек қой. Басынан ұрынға басынан ұрышын мәз аған деп күтіп отқан жоқ қой, тарай жасап. Сол үшін бойцы, бастан ұрғымыз келеді, бәрімізге қатқымыз келеді. Яғни іштен ұрамыз. Бетіне аратамыз да, пааа бетін. Қайтын деп қояз бетіне аратамыз. Қалай че, двойканың өзін ішке тығып жүргі болады, бойцы. Мына басқару ғой, тоғыстан бетіне аратамыз, ішке тығып жүргі болады. Екеуі түйі мүмкін. Тағы да мен өзім жақсы көретін бір варианттардың бірі, бойцы, қараңдар. Көп қашып тұрады ғой бізгіл, дальный дистанцияда. Сол кезде өтірден разываны басқа ұрамын, өтірден қараңдар. Бақ, оны есейт, шақпаңызды келеді да, разыва ұрды. Қараңдар. И сол кезде түк ішке тағам. Например, қара кеш. Мысалы, ол шақпаңызды істейді разываға. Түк, көрді ме? Мынаған шақпаңызды істемейді. Ол мынау конкретно кіреді. Түсінер ме, бойцы? Браво! Неге оны бір-бірінің артынан жалғап жүреді да, цепочкамен. Түсінер ме, бойцы? Қуып жеткен кезде қашатындар ғой, солар қуып жету көрді да. Өңірден бітетінде бойцы, задание не? Осылардың бәрін ішке ұрамыз қазір. Ішке көрсеміз, басқа қараттыр ұрамыз. Бам! Ішке, бүкіл ұзар ішке болсын. Бүкіл ұзар ішке и жестко. Все понятно? Давай, жесткие удары где по животу? Жесткие удары по животу, бойцы! Дәулет, іштен удар қайда, қатты удар керек. Қатты удар тисе ғана, удар тиесі, жақсы. Сәл қара, басын ағайсы, төмен тұрып, саған, басын үстін беріп қойды. Бай тұрма да? Бай бер. Басын төмен, мана нері озып қоясың да? Іштен сұқпай берсең бас. Ну-ка. Жестко, отлично. Молодец, Джонни. Красавчик. Сен ана мешок тұршы. Қатты да, көрдің ба? Қатты мекес? Қолдарды олма, давай, авайлы. Қатты, давай, тез. Молодец. Сен манеран профиға келеді екен, сен молодец, жақсы. Күш керек саған физика, жақсы екен, жақсы. Молодец. Жақсы, расастай мәтті. Қара, надан еге ұрым, мынаған тұқ жүру, білет. Сөйді обманный болады да. Егер мынаяқтан егер болса, мынадан бір өте аласың ғой. Отлично. Күш керек. Вот так. Бойцы, егер мешокты бар ғой, полностью кәдімгі адам ұрылған сияқты, адам месегі сияқты көздерің алдын елестететін болсыңдар, визуально мықты елестететін болсын, көп спаррингта істеу қажет жоқ. Неге? Мешоктан көп нәрсе үйрену болады да. Мешокты ұрмайды деп ойланыңдар, ұрады деп ойланыңдар да. Мысалы, бам, нұры істей салуға болады, кете салуға болады, қол қоя салуға болады.
көп комбинациялар жүрсе болады да, и травма алмайсың. Күшті. Так, бойцы, енді қараңдар. Енді получается, біз көбінесе, жаңа айттық қой, ішке бір раунд раунд болғаннан кейін, мысалы, ішке бам істей берсең, екінші раунд тағы да ойлайды қазір, ішімдегі ақпарат деп ойлайды да, ішек қарымды. Дұрыс па? Сен қайтадан бетіне қарайсың, ішіне барасың, істей берсең, любой адам, денесі тигеннен кейін қолын қоя бастайды, дұрыс па? Қол сонда ол, екеуін де бірдей қорғай алмайды, не басты болғады, не ішті болғайды да. Бәрі тұрған бас ішке түйінсе бастайды ғой, сол кезінде ішіп баса салады. Яғни, бойцы, іштен қатта тұру, Датаба оның басы бар екенін өзің ұмыттыру керек қой. Ана ішін ғана сақтай керек қой, бесіпсе. Бұрышқа жинап қой керек қой. Тізесімен қос. Вот сол кезде ана бам и туп басқа жеріміз болып қосамыз. Получается бам и туп боковой. Или мына жақтан қарай бам боковой. Хорошо? Бойцы, жестко рамыз. Жестко. Жестоко. Приготовиться. Здесь оп, на, оп, на. Здесь на, оп, на. Отлично. Все, отдохни. Время, бойцы, время. Что-то осы раунд кішкене желели что-то. Мешок желели, да? Бойцы. Жырып тасаңдар өзім тегем, ничего страшного. Жырып тасаңдаршы мешок. Кәм пирт бір. Да, бойцы, қазір қараңдар. Қазір себелеп жаңбыр ғой. Өтпелі жаңбырлар себелеп тұрады ғой. Фырт тоқтамайды. Сол сияқты себеміз. Тұрып аламыз да, ана Бауыржан атамыз айтып жатқан ғой. Көптен көп өледі депші. Көп ұдарасаң, көп рақ өледі да. Сол үшін көп себеміз ғой. Аса, үзбейсің. Сен мысалға айына жылына бір тұрып тұратын болсаң бойына, оған қайсы істемей дұрыс па? Көп ұрсаңдар, тиетін тиюге вариант көп та. Сол үшін бойцы, ал егер көп ұрлардың бәрі қаттыратын болсыңдар, өшесіңдер. Прям темекі орамыздар өшесіңдер. Не үшін? Ол үлкен көп ұлдарға бәрі көп ұлдарды қаттыра алмайсың. Даже разғаның өзі қатты кетеді, раз, два, три уже қатты етпейді. А төрт ұлдар қаттыра алмайсың. Бітті төрт ұлдар өшесің. Дыхалка сбился дейді. Сол үшін бойцы, түк профессионал весе керек ғой. Профессионал түк. Арасында ғана қаттыру керек та, түк қаттырады да қайтан үзбейді. Жаңында жүреді, түк қайтан, түк. Жай, түк. Все, бойцы, поняли, да? Себелеп тұрамыз ғой, жай. Өйткені адамға жай ұрған сайын, оны ойлайды, мына удар жоқ екен ғой деп. Ерунда теряет нечего, несін қорқан дейді. Ол ашыла бастайды да. Сен ол жай тұрған емессің. Бойцы, ешкім саған жағына келіп пешін бере салмайды. Сол үшін оны шығарып аламыз ғой. Жылы сөйлесен жанымен шығады дейді, сол жақта. Жай сипалап тұрамыз ғой. Тик кеп қанда сұқ жібереміз. Все. Бәрі сол қазақ аталарымыздың бірақ мақалына келіп тіреліп тұр ғой. Жылы сөйлесең, жылан негір шығады. Қатты сөйлесең, кәпірдіңнен шығады дейді. Білесің ма? Қатты сөйлесең, қайтаң жылан кіріп өтуі мүмкін. Сол үшін жылы сөйлеп тұрып тұрамыз. Все. Приготовиться. Бокс! Мына кісін жақсы. 25-те. Бірақ 25-те жеттер тұрып жүр. Ялмай, ызармай. Оп, отлично. Оп, бойцы, орысша жақсы білесіңдер ма? 9 плюс 3, 11 па жоқ, 11 деп жазған ма? Иә, 11 па, 11 па? 11? Нет, 9 плюс 3, 12. Молодец, вот вы четко. Оно 11 ходит, красавчик. Молодец, ну не устал, значит. Молодец, шарит. Так, бойцы, қарандар, енді қарандар, ол жер тұрғамыз. Бойцы, мына боковой деген, айттым ғой, профессионал боксерлар, олар арқамен ұрады. Түк, жай боксерлар бой ұрады ғой. Түсіндер ма? Профессионал оған келсе, қол жерде түк. Мына боковой удардың бір жақсысы, оны Мұхтархан Тілеубеков ағамыз жақсы ұрған білесіңдер, иә? Мынау тисе, қосап, тимесе, өкпе, сол желінің өзінен өкпесіне соқ тиіп өледі да. Мына удардар тимей қалса, масқара жел тиеді көрдің бе? Түк. Орасың ғой кәдімгідей, шөп ұрғандай. Сол үшін бойцы қараңдар, жай, қараңдар. Түк. Қайтаң. Түк. Мына өте мықты нәрсе ғой. Бірінші ой тұрады ғой,
өлерден сүйіп тұрасың былай болдың тұрған болып тұрасың да артық болған кейін төк екеуін тұрасың ғой. Все. Свет өшті дейсіңдер. Нормально? Все, приготовиться. Бір рет оң қолдан, бір рет сол қолдан баса барамыз. Түк. Шегелейміз. Приготовиться. Оп! Былай істейікші. Осылай тұрамыз да, былай түсек. Осылай тұрамыз да. Оп. Аха. Оп. Аха, осылай жайлы есеп тұрамыз, осылай жайлы есеп тұрамыз. Енді шынтақ қосамыз. Оп. Кет. Хоп. Қайсы крес на крес, аха. Бұға қарағанда әйелдер сөйтін упражнение сияқты, кухняға барып, но орақ оңай емес, тоже давай. Так, дальше продолжаем. Қол осылай тұрады. Оп, и көтерілеміз. Кеттік. Продолжаем бәйтсе. Шындаққа. Инеге. Давай, көрсетме. Молодцы. Так, енді арқа жатамыз да, қол мойында. Аяқ бай ұстап тұрамыз. Көтереміз да, жайлап түсіреміз аны. Екіншісін көтереміз да, жайлап түсіреміз. Давай. Аяқ түзітті жерге тұрады. Екіншісін көтереміз. Так, қол бай қойымыз. Қол бай қойыш. И бұлайна. Бітті деп қойды. Бітті тренировка жетер. Красавчик. Печень не открывай. Печень. Красавчики, бойцы. Жони, красавчик. Ассалаумалейкум жігіттер. Бүгін көргендеріңіз біздің кішігірім ғана жай ғана тренировка. Біздің Айдар бокс академиясы сауатты түрде кәсіпқой бокс стилін, Америка бокс стилін қалыптастыру бағытта жұмыс жасады. Әр қазақтың мощный ұрдар болу керек қой. Сол үшін жұмыс жасап жатырмыз. Бразилиялықтар футболисттер деп ойлау керек. Японецтар дзюдоисттер деп ойлау керек. Қазақтардың бәрін свет өшіргіш боксерлар деп ойлау керек қой. Біздің мақсат осы. Қазақтар бәрін шақ свет өшіреді. Красавчик деп айтады, чемпион қазақстан емес, профи емесіңдер әлі. Сол үшін андай ғой, біз Америкаға барып аштырып қатыстық. Біз Америкада қанша 2 жыл тұрып жүріп, мен сояқта аштырып қатыстым. Сол боксты үйренген сояқта үйреніп көбін. Хоть неғып жүрдік, сендер жақ дейді, аналар. Егер Америкаға барып болса, дұрыстап дайындалсын, Америкада ход ашып беремін даже де. Бәрі бізде база бар, тренер бар, бәрі таныстар ғой бәрі. Таныспауымызға шанс жоқ деген қазақ мақал бар ғой. Деп қатайып тұрсыз ғой. Бізде таныспау ғой, Америкада бар ғой, аны істеді. Ой, бұрында бар ғой, Америка барғанда. Кім таниды екенін ой ғой. Жоқ, басқа Шымкентке барсың кімдер бар еді деп барасың ғой, мысалшы. Америкаға барған кезде кімдер бар еді деп ойлайсың дей аласың ғой енді. Как будто бір-екі тұрғаны бар да. Бірақ зато таныстар бар еді действительно. Мен бір ай подсовкада оқытамын ғой. Зал болады осындай. Ақшам бар, квартираға төлейін десемші. Квартира алайын десем, бірақ бір айдан кейін документ шығады да. Мысалы, квартираң ақшам бар болса, гостиница ашсаң күніне 130-150 доллардан ақшаң 10 күн кешеді да, қылда қашып. Одан кейін галда өтпейсің ғой. Сосын десең, осы зал, біздің залдан әлем емес ана зал. Майами күн ыстық қой еще. Короче, андай швабра неге тұратын жерлер ғой. Яқты инстаграмда былайсың ғой. Майами бич деп қоясың да, Саус бичте шолындырсың ғой, былайыншы. Тренировкадан шығасың. Душ жоқ қой залда оларда. Бізде душ жоқ, оларда андай. Үйде жақын бәрі машинамен келе салады да, үйге кетеді көбі. И не істейсің, пляжға жүріп барамын, пляж болған Майамида ш. Пляжға жүріп барамын, фуксың боласың, короче. Сол жерде мачагы болмайды дедім. Короче, пер бағашын жайғап аласың да, шайынып аласың да. Не істейсің, тамақ бірден ішіп аламын. И келем подставкаға жатамын ғой. Майами күн ыстық қой, залда ауа жоқ қой. Қапырып ұйықтаймайсың. Елдер түнде шығып кетеді. Кондер қосам, кондер морозильник қойған ішім бар ғой. Йо, былай қоссаң істейсің, былай қоссаң суық ауырасың, короче. Менің морозильник қойып, короче. Йо, бір-екі күн ауырып аласың. Сөйтіп бір ай жүрдім ғой, бір ай ма, бір жарым ай жүрдім ғой. Йо, квартира шықпайды. Квартира шығады, алыстан шығып қалады. Жақын ол бәле да. Йо, сонда туысқаным болса ғой дегенсің ғой, бәрі бөлініп жатып бір сағатта болсам ғой депші.